Баршаңызға сәлем. Өте дәмді, өте жеңіл жасалатын классикалық чизкейк дайындаймыз. Ең алдымен чизкейктің қамырын дайындаймыз. Осындай үгітілетін кез келген печенье алсаңыздар болады. Қолдарыңызбен үгітсеңіздер болады, немесе осылай блендермен, немесе оқтаумен үгітіп алсаңыздар болады. Сосын үстіне ерітілген сары май құйып, бір-біріне біріктіреміз. Біріктіріп алған соң, осылай табаға саламыз. Чизкейктің астыңғы қамырының формасын келтіріп жасаймыз. Дайын болған соң тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде сүзбелі ірімшік және де қант ұнтағы. Ең алдымен осы екеуін жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Үстіне 20% кез келген қаймақ саламыз, жақсылап араластырамыз. Кілегей құямыз, менде 33% кілегей. Жақсылап араластырамыз, және де 2 жұмыртқаны бір-бірден салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға жүгері крахмалын және де ванилин саламыз. Бізде осындай масса шығады. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, салмасын құямыз. Ақырын айналдырып, кішкене сілкейміз. Сол кезде тегістеледі. Чизкейкті 180 градус қызған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Сосын градусын 150 градусқа дейін төмендетеміз, тағы да 30 минут ұстаймыз. Және де бірден пештен шығармаймыз. Тағы да суығанша 2-3 сағаттай пештің ішінде алмай сақтаймыз. Суығаннан кейін тоңазытқышқа салып қоясыздар. Бір күнге болсын 7-8 сағатқа кемінде солай салып қойыңыздар. Сол кезінде чизкейктің ортасы қатып, формасын ұстап, өте әдемі болып кесіледі және де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Тағы да сұрап жатыр. Сондықтан отбасыңызды қуантқыңыз келсе, осы чизкейкті жасап берсеңіз болады. Баршаңызға ас болсын. Егер де осы рецепт ұнап жатса, лайк қойып, пікір жазып, жазылып кетуді ұмытпаңыз.